Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қазақтың ұлттық киімінде қандай сыр бар? Біздің заманымыздан бұрынғы қиян дәуірлер шежіресі бүгінгі таңда тек қана мұражай мұрағаттарында сақталған мұрағаттар мен тарихи әдеби еңбектерде мерзімді ұлттық мерекелі жиындарда ғана елес беріп қалады. Мәдени мұралар арқылы ғана тіл қатып, тарих сахнасында мыңдаған жылдар бұрын өзіндік болмыс бітімі бөлек көшпенді бабаларымыз ойсыз көзге шалына бермес асыл мұраларды, тәрбиелік терең мәні бар өнегені күнделікті тұрмысымызда елеулі орын алатын ұлттық киімдер арқылы беріп отырған екен. Қолымызда бардың қадірін білмейтін аңғал басымыз мәні терең құндылықтардың сырын ұқпаған екенбіз. Қазақ қыздарының ұлттық киімін баршын, торғын, шәйі, қырмызы сияқты жұмсақ нәзік маталарды пайдалана отырып, бүрмелі етек, бүрмелі жеңін аса кең етіп көлбеңдете тіккенінде қазақтың бүкіл тұрмыс салты жатыр емес пе? Қыз балалардың, әйел адамдардың киімін жұмсақ, нәзік матадан тігетін нәзіктігі мен әдептілігі үстіндегі киімінен ақ көрініп тұрған ғой. Етек жеңінің кең болатыны қазақтың дархандығы, үрімді бұтақты екендігі, мейірімді, қонақжайлығы, даладай кең пейілі, қолының жомарттығын білдіреді. Кең етектің қабат-қабат бүрмесі 7 сатыдан тұрады. 7 қазына, 7 кие, 7 қат жер, 7 ата тазалығы осы ұғымға сыйып тұр. Әйел ұлтты тәрбиелейді. Келген қонаққа ілтипат көрсетіп, дәмін ұсынған әйел атаулының киген киімдері арқылы бұрынғы бабаларымыз елдігімізді таныған. Үстіндегі киімі арқылы қай елден келгенін, кім екенін біліп отырған. Қыз балалар мен әйел адамдарды киім кию ерекшелігі арқылы айыра білген. Қазір қазақтың ұлттық киімін тігіп жүргендер сол қазақтың көйлегінің етегінің желбірі 7 сатыдан тұратынын біле бермейді. Тіпті желбір салып тігуді қойып келеміз. Табиғатпен біте қайнасып, жер еміп өсіп, ырымға салғырт қарамаған бабаларымыз тұрмыс тіршілік салтының болмыс бедері біздің еркіндігімізді алыс заманаларымен жалғастырып жатыр емес пе? Қыз балалар басына сәнді моншақты тақия киеді. Ол сол үйдің қонағы, ерке қызы, тұрмыс құрмағандығын, оң жақта отырған қыз екенін білдіреді. Күйеуге шыққан қалыңдық басына шәйі мата көмкерген сәукеле киеді. Сәукеле енді ғана босағасын аттаған отауды білдіреді. Артындағы шәйі, жібек капрон жас отаудың арман үміті. Сәукеленің шағын отау сынды болып келетіні де сол. Орта жастағы әйелдер бастарына иығын жауып тұратын үлкен жаулық байлайды. Ананың жаулығы, ананың ақ орамалы деген пікірді қалыптастырған аналарымыздың отбасына, әулетіне адалдығы, көңілінің тазалығын білдіреді. Одан үлкен әжелер бастарына кимешек киеді. Кимешек үлкен шаңырақтықты білдіреді. Үлкен шаңырақтың бір әулеттің құрметті анасы екенін көрсетеді. Бүгінгідей сөйлеп, қолдарын оңды-соңды сермеп түсіндірмей-ақ, біздің дана данышпаны атанған бабаларымыз әр нәрсені орынды, жүйелі жеткізе білген. Халықтық мәдениет біздің түп тамырымыз, тініміз. Бірақ біз осы бір қарапайым киім үлгісін ұлттық мерекелерде жоспар бойынша пайдаланамыз. Киімнің мұндай үлкен тәрбиелік мәні бар сырын ешкім айтып түсіндіріп жатқан жоқ. Өйткені оған мән беріп жатқанда ешкім жоқ. Бір жоғары оқу орнында студенттермен кездесуге барғанымда, студенттерден ұлттық киімде не сыр бар екенін сұрағам. Бір студенттің кезінде қазақтарда балалар көп болған, балалардың бас-басына киім алып беруге шамалары келмеген. Сондай мақсатта көйлектің етегін қыз бала өскен сайын жалғап отырған деген жауап мені қатты күйзеліске салып жіберді. Сонда біздің ата-бабаларымыз балаларына киім тауып бере алмайтын деңгейде болған ба?
Мұндай пікірге неге келдің деген сұрағыма. Ол кім, бұл не деген энциклопедияда сұраққа солай жауап берілген дейді. Өнегелік тәрім-тәрбиесі мол, қазақтың ұлттық киімі жайлы соншалықты кедей ұғымға барған бүгінгі жастар өзге елдің хиджабын кимегенде ше. Егер ұлттық киімнің қадірін біліп, сырын ұғып, ұлтын құрмет тұтса, өзге ұлттың киімін кимеген болар еді. Қазақ халқының ұлттық мәдениетінде қара, қоңыр түсті, сұрықсыз киім кимеген. Ашық түсті әдемі, жарқын жүзді киім таңдап киюдің өзі қазақ халқының патша көңілін білдіреді. Жүзін жасырып жүрген жандарды көрсе, елге қарайтын беті жоқ болған соң солай жүреді деп түсінген. Мұндай оқиғаларға келтірілген деректер тарихи әдебиеттерде көптеп кездеседі. Қазақтың ер азаматтары етегі, жеңі жержей кең шапан киген. Шапан киген адам күні бүгінге дейін жүзінен мейір нұры төгіліп, абызға айналып шыға келеді. Қазақтың кез келген ақсақалын абызға айналдырып, көңіліңді елжіретіп жіберетін сол шапандарда бүгінгі таңда өзіндік кейпінен айырылып барады. Қазақтың тұрмысына қызға қараған өзге ұлт өкілдері бабаларымызды даланың данышпаны деп бекер айтпаса керек. Ұят та болса мойындауға тиіспіз. Қырдағымыздың да, ойдағымыздың да, оқығанымыздың да, тоқығанымыздың да қазақтың ұлттық киімдері туралы білетініміз тым таяз. Әйтпесе, бүгінгідей белінің қай тұста екенін білмейтін қыздарға түр ұсқынын сопайтып, суық қылып көрсететін өзге ұлттың киімдерін әуелде-ақ кигізбеген болар едік. Кереген кең, екі босаған тең болсын, аяғын көріп асын іш, анасын көріп қызын ал деп түсінген бабаларымыз киім үлгісіне, күнделікті тұрмыс құралдарына баса назар аударған. Күнделікті тұрмыс құралдары дәстүр салт арқылы ұрпағын үздіксіз тәрбие бесігінде тербетіп отырған. Олай болса, бүгінде хиджаб киіп, өрмекшенің суреті салынған жейделерді модаға айналдырып отырған тұста, қазақтың ұлттық киімдерін арнайы тігетін орындар ашып, үлкен тарихи мәнге ие ою-өрнекті символ ретінде тануға тиіспіз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің тыңдарманым. Осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.